деп дайындаған Биболсынның туған әпкесі 2 күн бойы дайындаған екен. Бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Баршаңызға сәлем, менің жаңа видеома қош келдіңіз. Бүгінгі видеом өте қызықты болады, себебі көріп тұрғандарыңыздай інімнің үйлену тойына тортты өз қолыммен жасаған болатынмын. Және бұл тортты қалай жасағанымды сіздерге көрсетіп, рецептімен де бөліскім келіп отыр. Бұл тортты барша қыз келіншектер жасай алады. Өте оңай әрі дәмді, нәзік, ауызда еритін табиғи торт болып шықты. Бұл тортты дәл ойымдағыдай жасай алғаныма қуандым. Тойға торттан бөлек тәттілер, десерттерді де өзім жасаған болатынмын. Бірақ ең бірінші торттың өзін қалай жасағанымды көрсетіп кетейін. Торт бізде бисквитпен болады. Мен торт құрастыруға 1 апта қалғанда бисквиттерді пісіруге кірістім. Той тортына жалпы 4-5 бисквит пісірдім. Ең алдымен таза құрғақ 2 ыдысқа жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп, ақ уыздарды формасы ұстағанша миксерлейміз. Мына жерде мен баршаңыздан кешірім сұраймын. Видео қараңғы, камераның сапасы өзгеріп кеткен үшін. Білесіздер, той болатын үйде қарбала істеп, видеоға әдемі етіп түсіруге де уақытым жеткен жоқ. Сондықтан видео сапасына емес, жасалу техникасына мән берсеңіздер деймін. Қанттың жартысын сары уызға салып, ал қалған жартысын ақ уызға миксерлеп тұрып жаймен сала бастаймыз. Осы жерде айта кетейін, бисквит дұрыс шығу үшін міндетті түрде жұмыртқа салатын ыдыстарымыз құрғақ болуы керек. Тіпті 1 тамшы су да жұмыртқамызға тимеу керек, және ақ уызы мен сары уызын бөліп жатқанда ақ уызына кішкене тамшы болса да сары уызы түсіп кетпеу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, ақ уызы ыдысын төңкерсе де формасын ұстай алатын массаға жетті. Енді сары уызын ағарғанша миксерлейміз. Неке бізде осындай масса болуы керек. Енді сары уызына ақ уызын жаймен қосып, лопаткамен дәл осылай жоғарыдан төмен біріктіріп араластыру керек. Бисквит әдемі көтерілу үшін бәрін бірден салып жіберген жоқпын, тек асықпай дәл видеодағыдай аз-аздан салып араластырдым. Қопсытқышты ұнмен араластырып елекке саламыз. Екеуін електен өткізіп, лопаткамен бір келкі күйге енгенше араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Формамызға фольганы қойып, бисквитті формаға саламыз. Менде форма бисквитке арналған кольцо диаметрін 30 сантиметрге дейін созып, астына фольга төседім. Осы массамызды 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. 30 минуттан кейін бисквитімізді ағаш таяқшамен ортасына дейін тесіп көреміз. Таяқша құрғақ болса піскен, құрғақ болмаса піспеген. Кейін піскен соң пештің қақпағын 5 минут жартылай ашып қоямыз. Осымен біздің бисквитіміз дайын. Пешімнің градусы дұрыс болмағандықтан беті сәл күйіңкіреп қалды. Ол ештеңе етпейді. Тортты құрастырар кезде күйген жерін білдіртпей алып тастаймын. Бисквитті формадан пышақтың көмегімен осылай алып орауға дайындаймыз. Дәл осы рецептпен, дәл осындай диаметрі 30 сантиметр болатын бисквиттен осы күні 3-еуін пісіріп қойған болатынмын. Бисквиттерімді толықтай суытып, пищевой пленкаға орап, 2-3 күнге тоңазытқышқа салып қойған болатынмын. Ал мына жерде уже басқа күн, бұл кезде тойға 3 күн қалған болатын. Арада 2-3 күн трайфл капкейктерді пісіріп дайындап қойған едім. Бірақ тортты толығымен бітіргенімді көрсетіп кетейін. Көріп тұрғандарыңыздай бисквитті 3 бөлікке бөліп құрастыруға кірістім. Бірінші крем жасағанды түсірмекпін. Мынау екінші бисквитке жасап жатқан кремім. Крем чиз дайындау өте оңай болғанмен, жасалу техникасы бойынша мұқият жасамасаңыз, крем дұрыс шықпай қалады. Мен 500 грамм творожный сырмен қант ұнтағын түйіршік болмасын деп жақсылап лопаткамен араластырған болатынмын. Творожный сыр мен сливкиді, яғни клейгейді 1 апта бұрын сатып алып, холодильникке 1 температураға қойып қойған болатынмын. Лопаткамен араластырған массамызды енді миксермен 1 шайқап аламыз. Артынша 33% клейгейді осы творожный массамызға 500 мл құйып, оны да жақсылап өз формасын ұстайтын күйге енгенше, крем шыққанша миксерлейміз.
Миксермен жұмыс жасағанда ескеретін нәрсе, қай өнімді салып немесе құйсаңыз да миксермен аз жылдамдықта бастап, әрбір 30 секунд сайын жылдамдығын көбейтіп отырып миксерлейміз. Жалпы 4-5 минутта бізде крем шығуы керек. Натуральный сливкимен де жұмыс жасау барысында өте мұқият болыңыз. Ыдысымызда немесе миксерде бір тамшы болсын су қалып қоймау керек. Барлық ыдыстарымызды жақсылап құрғатып барып жұмысты бастау қажет. Және қолданатын өнімдеріміздің барлығы салқын болуы керек. Бір апта бұрын сливки, творожный сырды холодильникке салып дайындап қою керек. Жұмысты бастар кезде де салқын күйде бастау керек. Міндетті түрде салқын болмай, жылы жерде тұрып қалса, ол сливкиден мүлдем ешқандай крем шықпайды. Сол жағына қатты мән беріңіз. Мұнда менің кремім бисквитке қолдануға дайын, көп миксерлеген жоқпын. Крем өз формасын ұстап тұрса, демек бисквитке қолдана беруге болады. Ал егер торттың сыртын қаптайтын болсақ, онда тура осы рецептпен жақсылап миксерлеп, еріп кетпейтіндей, гүл шығатындай етіп қою крем шығарамыз. Жаңа айтып кеткенімдей, бисквитті 3-ке бөлген болатынмын. Бисквитті құрастырғанда үстін астына, астын үстіне қойып құрастырсаңыздар, тортымыз тегіс болады. Құрастырып болғаннан кейін қайтып кальциямен орап холодильникке бір түнге қалдырдым. Ал мұнда уже үлкен жүректі құрастыру күні, тойға бір күн қалды. Барлық торттарды пленкаларын шешіп, астына қойылатын үлкен подложкаға орналастырып, жүрек пішінге келгенше құрастырдым. Торттың сыртында крем-чизбен қаптадым, бірақ бұл жолы сәл ұзақтау миксерледім. Қою кремге айналғанша. Крем-чиз дайын болған соң, торттың сыртын қаптап әрлеуге кірістім. Мына видеоны мен салқын складта түсірген болатынмын. Негізі торт салқын холодильный комнатада, камерада тұру керек. Салқын жерде тұрмаса крем еріп кетеді. Осымен біздің свадебный тортымыз дайын болды. Торттың бетіне жастар клубниканы қойып әрлейтін болады. Жалпы тортымыз көлемі 80 сантиметрден сәл асты десем болады. Дәл осы рецептпен 2 жасқа кішкентай бента тортында жасап үлгердім. Өте дәмді, нәзік тортым тойға келген барша 200 қонаққа жетті. Және мені көрген қонақтардың айтуы тек торттың дәмді болыпты деген жақсы пікірлерді естіген болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай түк те қиын емес. Осы тортты заказбен 100 мыңға жасатудың орнына 30-40 мыңға заттарын алып, өзіміз жасағанда біраз ұттық. Және шын көңілмен жасалған әрі таза табиғи өнімдерден жасалғанына 100% сеніммен жүргенімізге қуандым. Кезек тәтті десерттерге де келді. 100 штук капкейктерді бөліп бір күнге жетпей пісіріп тастаған болатынмын. Рецебі өте оңай, үйге де жасауға болады. Тіпті осы рецептпен құдалыққа вафли пісіргенім бар. Ескерте кетейін, торттың да десерттердің де керек ингредиенттерін описание бөліміне қалдырдым. Ал капкейктің кекстерін жасауға кірісейік. Ыдысқа жұмыртқа мен қант салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Кейін сүт пен май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Електегі ұнға қопсытқышты қосып, електен өткізіп тұрып араластырамыз. Егер қаласаңыз біркелкі болу үшін миксерлесеңіз де болады. Мен мұнда миксерлеп жатсам, бөпем маған жағаласуға келе жатыр екен. Оны да түсіріп үлгердім, бірақ капкейктің кремін жасағанын түсіріп үлгермеппін. Бізде мінекей осындай масса болу керек. Енді осы массаны кекске арналған формаларға 1,5 ас қасықтан салып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус температурада 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқша салып көреміз. Ағаш таяқша құрғақ болса піскен. Кейін кекстердің үстіне кондитерлік қапшыққа крем-чиз салып, жұлдызша насадкасымен капкейктердің бетіне құйып әрлеп шығамыз. Менде той қарбаласымен крем дайындап жатқаным видеоға түспей қалыпты, бірақ крем жаңағы бисквиттің кремі. Трайфлға да сол кремді қостым. Кезек трайфлдарға келді. Трайфлдың қамыры тура жаңағы торттың бисквиті сияқты, тек қана бір ғана айырмашылық бисквит құрамына какаоны да қосылады. 10 жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып, жұмыртқаның ақ уызын өз формасын ұстағанша миксерлейміз. Ағарған сәтте қанттың жартысын сары уызға, қалған жартысын ақ уызға миксерлеп тұрып аз-аздан саламыз. Кейін сары уызын ағарғанша миксерлеп, дәл жаңағы торттың бисквитін жасағандай екі массаны біріктіреміз.
Какао ұн разрыхлителді бір ыдысқа біріктіріп араластырған болатынмын. Енді осыны сұйық массамызға електен өткізіп тұрып аз-аздан қосып, жоғарыдан төмен лопатканың көмегімен біркелкі массаға енгенше араластырдым. Дайындап қойған кольцоның диаметрі 30 см болатын формамыздың астына фольга төсеп, осы дайын кольцоға қамырымызды құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін тура жаңағы торттың бисквитін суытқандай бұны да суытып барып формасынан аламыз. Дайын шоколадты бисквитті пищевой пленкамен орап, бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Бір түн тұрған бисквитімізді келесі күні алып, осылай қолмен үгіттім. Және трайфлға арналған стакандарға бірінші қабатын орналастырып, кремін жасауға кірістім. Бұған да крем чиз дайындадым, яғни тортқа арналған крем. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, біріктіріп, миксерлеп алдым. Және үстіне сливки құйып, қою формасын ұстайтын крем шығардым. Кремді трайфлдың бірінші қабатына құйып, үстіне екінші қабат бисквитті ұнтақты саламыз. Екінші қабаттың үстіне соңғы рет кремді құйып, кондитерлік посыпкамен әрлеп шығамыз. Сонымен біздің трайфлдар дайын болады. Трайфлдың жартысын құлпынайлы конфи қосып істедім. Бұл міндетті емес, бірақ осындай начинкамен жақсы көретін адамдар үшін керемет десерт болады. Ал құлпынайлы конфиді жасау түкте қиын емес. Мұздатылған құлпынайды ұсақтап турап, аз мөлшерде су құйып, дәміне қарай қант салып, бір қайнатып алдым және трайфлдың бірінші қабатына салдым. Бұл да өте дәмді, ерекше десерт болды. Осымен біздің 100 штук трайфлдарымыз дайын. Өте дәмді, нәзік десертті тіпті кішкентай балада жасай алады. Бүгінгі кішігірім видео мастер-классым сіздерге ұнады деген ойдамын. Әсіресе жаңадан кондитерлікке аяқ басып жатқан жас кондитерлерге пайдалы болды деген үміттемін. Көптен бері өзім торт пісірмеген соң әрине қателіктер де кетті, оны тәжірибелі кондитерлер байқаған шығар. Бірақ бұл тортты шын жүрегіммен жақсы көріп тұрып істедім. Ең бастысы 2 жасқа ұнады. Осымен бүгінгі видеоны аяқтағым келіп отыр. Әзірге сіздермен қоштасамын. Алдағы уақытта осындай қызықты видеоларымды тамашалағыңыз келсе, арнама тіркеліп кетіңіз. Бүгінгі видеода сіздермен бірге болған Каусар. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.